716 есеп жақшаны ашып, өрнектің мәнін табу қажет. Бірінші өрнек 103 қосылған жақша ішінде -3 плюс 24. Жақшаның сыртында плюс таңба болса, жақшаны алған кезде ішкі таңба сол қалпы қалады, яғни -3 болып қалады, плюс 24. Алдымен 103-тен 3-ті алып аламыз, 100 болады. Оған 24 қоссақ, 124. Екінші өрнек -96 қосылған -4 плюс 82. -96, бұл жерде тағы жақшаның сыртында плюс, онда ішкі таңбамен қалдырамыз. Екі терістен қосылады, таңбасы теріс болады, -100 қосу 82. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямыз, үлкеннен кішісін азайтамыз. 18 болады. Үшінші, -105 плюс 89 плюс 5. Бұл жерде жақшаның сыртында ешқандай таңба жоқ, онда жай ғана жақшаны алып тастаймыз. Бұл жерде -105 плюс 5-ті бірінші есептеп алайық. Үлкен таңбасы минусты қоямыз да, 105-тен 5-ті аламыз, 100 шығады. Қосамыз 89. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасы минус, үлкеннен кішісін азайтамын. 11 шығады. Төртінші өрнек 97 минус 111 жақша ішінде плюс 11. Бұл жерде де жақшаның сыртында түк жоқ, ондай болса жай ғана жақшаны алып тастаймыз. Плюс 11. Алдымен мына екеуін есептеп аламын, 97-нің өзін жазам, таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямын да 111-ден 11-ді аламын. Шығады 100. Мұнда да таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямын, 100-ден 97-ні алсақ 3 болады, жауабы -3. 717 есеп жақшаларды ашып, өрнектің мәнін табу қажет. Бірінші өрнек 8,4 қосылған -67,2 қосу 1,6. Бұл жерде жақшаның сыртында плюс таңба, ішкі таңбамен қалады, яғни -67,2 қосу 1,6 болады. Енді тиім тәсілмен есептейік, 8,4-ке 1,6-ны қосып алайын, алдымен 0, ойдағы мен ойда біреу, сонда 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағы мен 10 болады. -67,2-ның өзін жазам. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоям. 67,2-ден 10-ді алсам, 57,2 шығады. Екінші өрнек 93,118 азайтылған -5,9 -6,182. Бұл жерде 93,118-дің өзін жазамыз. Жақшаның сырты минус таңба болғанда, жақшаны алғандағы жақшаның ішіндегі өрнек кері таңбамен жазылады. Плюс 5,9 плюс 6,182 болады. Енді бірінші мына екеуін қосып алайық. 93,118-ге 6,182-ні арты 0, ойдағы мен тағы 0, тағы 1 ойда, 9 ойдағы мен 10, 0-ін жазам 1 ойда, 9-ға ойдағы 1-ді 100 болады. Сонда 100 бүтін шығады. Плюс 5,9. Сонда 105,9 шығады екен. Үшінші өрнек. Жақшаның сыртында минус таңбасы 24,117 азайтылған 25,3 қосылған 74,7. Жақшаның сыртындағы минус таңба кері таңбаға өзгертеді. Минус 24,117 плюс 25,3 қосылған 74,7. Алдымен мына екеуін қосып алайық. Минус 24,117-нің өзін жазайын. Екеуі қосылады, 0 ойда біреу, 9 ойдағы мен 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 9 ойдағы мен 10, сонда 100 шығады. Плюс 100 бүтін. Енді бұл жерде үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қойымыз. Үлкен таңбасы 100. Дікі плюс, плюс шығады, онда 100-ден 24,117-ні. Бөлшек бөлігі жоқ, 1 бүтін береміз, 1 бүтіннен 17-ні алсам, 3, 80, 83 шығады, өтір, мұнда 99 қалды, одан 24-ті азайтам, 75 болады. Төртінші амал. Өрнек деген -118,112 қосылған, жақша ішінде -58,1 қосылған 18,112. -118,112 жақшаның сыртында плюс, онда ішкі таңбамен қалдырамыз. -58,1 қосылған 18,112. Так, алдымен қайсысын есептеген тиімді, екеуін есептеп алған тиімді. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямыз. 118,112-ден 18,112-ні алсам, арты барлығы 0 болады да, 100 бүтін қалады, -100 бүтін. -58,1.
теріс сандар қосылады, таңбасы теріс болады. Сонда жауабы 158,1 болады екен, минус. 718-ші есеп. Жақшыларды ашып, өрнектің мәнін табу керек. Бірінші өрнек 28-ден 27 жақша ішінде азайтылған 9-дан 5, азайтылған жақша іші минус 28-ден 1, қосылған 8,9-дан 4. Жақшаларды ашып аламыз. 28-ден 27. Жақшаның сыртында ештеңе жоқ, жай ғана жақшаны алып тастаймыз біріншісінде. 9-дан 5, мына жерде жақшаның сырты минус, сонда ішкі таңба кері таңбаға өзгереді. Плюс 28-ден 1, мынау минус 8,9-дан 4 болып кетеді. Енді бұл жерде терімділік қасиетін қолданамыз. 28-ден 27 қосамыз 28-ден 1-ді. Ортақ бөлім 28, 27-ге 1-ді қоссаң, астарын бүйтіпсіз қойын, қосам 1-ді 28 болады. 28-ден 28. Енді міне жерде екеуі теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. 8 бүтін, ортақ бөлім 9, 5-ке 4-ті қоссам 9. Енді 28-ден 28 1 бүтінді береді, мынау минус 9-дан 9 1 бүтін қосылады, 9 бүтін болады. Үлкен таңбасы минус 9-дан 1-ді аламын, 8 шығады. Келесі екінші өрнек. Бұл жерде минус жақшаның сыртында минус 27-ден 20 қосылған 8-ден 3 плюс жақшаның іші минус 5,8-ден 5 қосылған 4,27-ден 7. Жақшаның сыртында минус таңба ішін кері таңбаға өзгертеді, плюс 27-ден 20 минус 8-ден 3 болады. Мұнда плюс таңбасы жақшаның ішінде қандай таңба, солай болып қалады. Минус 5-ден 5,8-ден 5 қосылған 4,27-ден 7. Бұл жерде, мына екеуін бірінші есептеп алам. Қосамын, сонда 4 бүтін, ортақ бөлім 27, 20-ға 7-ні қосамыз, 27 болады. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс минус 5 бүтін, 8-ден 5 қосылған 3, 8 болады. Сонда 1 бүтінді береді, 4-ке қосылады 5 бүтін, минус мұнда 6 бүтін болады. Үлкен таңбасы минус 6-тан 5 алам 1. Үшінші өрнек. Жақша ішінде 10 бүтін 10-нан 8 азайтылған 49 бүтін 7-ден 2 азайтылған жақша ішінде минус 9 бүтін 10-нан 2 қосылған 3 бүтін 7-ден 5. Бұл жерде бірінші жақшаны жай алып тастаймыз. Екінші жақшаның сырты минус, ішкі таңба кері таңбаға өзгереді. Минус 3,7-ден 5. Енді қосамыз 10 бүтін 10-нан 8-ге 9 бүтін 10-нан 2-ні қосып аламын. Болады 20 бүтін. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. 49-ға 3 бүтінді қоссам 52 бүтін. 7-ден 2 қосылған 5, 7. Сонда 20 минус, мына 1 бүтінді береді, сонда 53 болады. Үлкен таңбасы минус 53-тен 20-ны аламыз, 33 болады. Енді соңғы 4-ші өрнек. Минус жақша ішінде 81 бүтін 10-нан 3, минус 3 бүтін 16-дан 11, азайтылған 9 бүтін 10-нан 9, азайтылған 11 бүтін 16-дан 5. Так, бірінші жақшада сыртында минус бар, кері таңбаға өзгертіп жазамыз. Минус 81 бүтін 10-нан 3, плюс 3 бүтін 16-дан 11 болады. Мұнда да жақшаның сырты минус, сонда минус 9 бүтін 10-нан 9, ш плюс 11 бүтін 16-дан 5 болады. Енді алдымен мұна екеуін есептеп алам. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. Минус артынан бастап қосам 2, 1 ойда, 10 ойдағы мен 11, бірін жазам 1 ойда 8, ойдағы мен 9. Минус 91 бүтін 10-нан 2 шығады екен. Қосамыз, енді мұнда екеуі қосылады. 14 бүтін 16-дан 11 қосылған 5, 16 болады. Бұл 15 бүтінге тең. Так, мұна жерге астына жаза берейін. Минус 91 бүтін 10-нан 2, плюс 15 бүтін болады. Үлкен таңбасы минус, сонда 91 бүтін 10-нан 2-ден 15-ті аламын. 2-сін жазайын артындағы өтір. Мұнда 11-ден 5-ті алсам 6, 8 қалды, 8-ден 1-ті алсақ 7, сонда минус 76 бүтін 10-нан 2 шығады екен. 419-ші есеп өрнекті ықшамдау қажет. Бірінші өрнек минус 8 бүтін 10-нан 9 қосылған жақша ішінде z минус 1 бүтін 10-нан 9.
минус 8,9. Жақшаны ашамыз, жақшаны сырты плюс болса, барлығы сол таңбамен қалады. Ішінде қандай таңба сонымен? Енді сандарды қосамыз, 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. Сонда 8 үтір 1 ойда, 9 ойдағы мен 10. Минус 10,8 плюс z шығады екен. Екінші өрнек. Минус жақша ашы 2,4 минус a минус 10,4. Жақшаның сыртындағы минус ішкі таңбаны керіге өзгертеді. Минус 2,4 плюс a болады. Минус 10,4-тің өзін жазамын. Енді мына екеуін есептеймін. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. Сонда 12,8 шығады плюс a. Үшінші өрнек. Минус жақшаның сыртында ішінде минус 5,5 минус v. Жақшаның сыртындағы минус ішкі таңбаны кері таңбаға өзгертеді. Сонда плюс 5,5 плюс v шығады. Төртінші өрнек. Минус 13,8 азайтылған c плюс 20,2. Минус 13,8 жақшаның сырты минус, сонда ішкі таңбаны керімен жазамыз. Минус c минус 20,2 деп. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. 0 ойда 1, ойдағы мен 4 болады мұнда. 20-ға 1-ді 10-ды қоссам 34. Минус 34 минус c шығады. 720 есеп. Енді мына жерде берілгенде қате бар. Және деген сөз жазылмаған. Бізде 719-720 өрнекті ықшамда деп тұр ғой. Сонда бұл өрнек түрінде жазылған. Орысша оқулықта алып қарасақ, ол жерде қате жоқ. Сонда минус 8,4 плюс a плюс v минус 9,6 деп жалғастырып жазып кеткен өрнек түрінде. Және десе бұл қосындысын құрастыр және ықшамда деп жазғысы келген ау, қазақша бәлкім. Енді мына жерде сандарды қосамыз, 2 теріс сан қосады, таңбасы теріс 0, ойда 1, 17, ойдағы мен 18, минус 18 болады, плюс a плюс v. Екінші өрнекте минус x минус 18 минус 19,7 плюс y деп жалғастырып алып кетеміз. Енді мына жерде минус x-тің өзін жазайын. Сандар екеуі теріс қосамыз, таңбасы теріс болады. Минус 37,7 болады, плюс y. Так, келесі үшінші өрнекте v минус 73,7 минус 100 плюс c. v плюс c-ны жазып алайық. Енді сандарды қосамыз, 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс минус 173,7 болады. Төртінші өрнек. Минус 61,9-дан 2 минус k плюс t минус 68,6-дан 1. Минус k плюс t-ны жазып кетейін. Енді сандарды қосамыз, 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. 61,ге 68,ді қоссақ 129 болады. Ортақ бөлім 18, маған 2-ден онда 3-ден беремін. Сонда 18-ден 4 қосылған 3, 7 болады.